Hello everybody, how are you? Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? I think you are well. And сен жақсысың деген ойдамын. Бүгін біз америкалық оқиғамен танысатын боламыз, және оның аты кемпір қосақ. Okay. Today we will talk about story from America which calls the rainbow. Балақай, ағылшынша кемпір қосақ деп отқанымыз ол rainbow. Repeat after me. Rainbow. 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 Good. Керемет, артынан қайталады және есіңе әрдайым сақтап отыр. Саған бір айтатын ақыл кеңесім. Мен саған жаңа сөзді үйретіп жатқан кезде, оны суретімен елестетіп жаттауға тырыс. Ассоциация дейді ғой. Мысалға мен саған rainbow деп айтқан кезде сен көз алдыңа түрлі түсті әдемі кемпір қосақты елестетші. Сол кезде сенің ойыңда ол сөз тез жатталып қалатын болады. Okay? Please open your book at page 14. 14-ші бетті аша ғой. Ол жерде өзің көріп тұрсың, я? Түрлі түстер бар екен, я? Өйткені біз бүгін кемпір қосақ туралы сөз ететін болғандықтан, бізге түрлі түстердің суреті керек, және сол туралы әңгіме керек, я? Бұл әңгіме ол америкалық әңгіме болғандықтан саған тапсырма. Менімен бірге қазір осы бейнебаянды қара, және ол жерде не істеді, не қойды, бәрін мұқият қара, және қандай түстерді қолданды, қайсысын қай жерге қолданды, қандай түстер айтылды бұл ағылшын мультфильмінде. Сен соны маған кейін айтып беретін боласың чатта, окей? Әзірше қазір бейнебаянға назар аудар. Look at the TV. The Rainbow. A story from America. Look and listen. Paint. Paintbrush. Grass. River. Bird. Rainbow. Let's watch. The Rainbow. A story from America. Oh, there are no colors. Where are my paints? Where are my paintbrushes? Yellow flowers. How pretty. Green grass. How pretty. A blue river. How pretty. Now there are colors everywhere. Look at the birds. Look at the colors. Wow! What a pretty rainbow. Well done, little birds.
Okay, my dears. Ұнады ма саған? Біздің жаңағы оқиғамыз. Я, өте бәрі түрлі түсті әдемі болды, я. Өте түрлі түсті болды деп айтқым келсе, very colorful. Yes, өте түрлі түсті болды деген сөз, я. Сен білесің, color деген сөзіміз түс деген мағынаны білдіреді. Енді саған тапсырма. Осы 14-ші бетте 4-ші тапсырмада саған былай айтып тұр. Listen and read. Тыңда және оқы. Сонымен қатар act out the story. Мұна оқиғаны қайталап айтып берсең болады дейді. Айтып бер, іс-әрекетпен көрсет дейді саған. Ендігі біздің мақсатымыз қазір оқимыз. Мен оқимын, сен менің артынан қайталап оқы. Әрбір айтқан сөзім, апайдың айтып жатқан сөзінің әрқайсысын мұқият қайтала. Okay? Repeat after me. Okay, task 4. Listen and read. Act out the story. Тыңда және оқы. Сонымен қатар сол оқиғаны іс-әрекетпен көрсет дейді. Бірінші оқып алайық. Мен оқимын, сен менің артынан қайталап отыр. Repeat after me. Read with me. The first picture. Бірінші сурет. Oh, there are no colors. Ой, ол жерде ешбір суреттің түстері жоқ қой дейді, я? Ешбір түс бояу жоқ дейді. The second picture. Екінші сурет. Where are my paints? Менің бояуларым қайда? Where are my paint brushes? Ал менің қылқаламдарым ше? Next. Yellow flowers. How pretty. Сары гүлдер. Қандай сүйкімді. Бесінші сурет. The fifth picture. Green grass. How pretty. Жасыл шөптер. Қандай сүйкімді. A blue river. How pretty. Көгілдір өзен. Қандай сүйкімді. Келесі бетін қарай ғой. 7-ші сурет. Now there are colors everywhere. Ал қазір барлық жер боялған дейді. 8-ші сурет. Look at the birds. Look at the colors. Мұна құстарға қарашы. Және мұна түстерге қарашы дейді. 9-ші суретте. Wow, what a pretty rainbow. Wow, не деген сүйкімді кемпір қосақ. Well done, little birds. Керемет жұмыс, кішкентай құстар дейді. Respect and protect our colorful planet. Біздің түрлі түске боялған планетамызды қорғайық және аялайық дейді. Okay, my dears, did you like this our story? Ұнады ма саған? I think yes. And today's our new words. Paint, paintbrush, grass, river, bird and rainbow. Ал енді осы сөздерді жеке-жеке қарастырайық. Алғашқы сөзіміз бізде paint. Paint. Бояу деген сөз. The next. Paint деген бояу болса, brush дегеніміз щетка немесе жаңағы қылқалам деп айтамыз, я? Сонда бояйтын қылқалам деген сөзді қосып жіберсек ағылшынша. Paintbrush. Paintbrush. Repeat after me. Paintbrush. Okay. The next one. Grass. Grass. Repeat after me. Қайталай ғой. Grass. Яғни шөпті біз ағылшынша grass дейміз. The next one. River. River. Қайталай ғой. River. River дегеніміз ол бізде өзен. Балақай, мен саған бір қызық айтайыншы.
егер де river дегенде неге мен river деп оқымаймын? Өйткені сөздің соңындағы екі әріп и және r, осы екі әріп келсе, екеуі қосылып кеткенде дыбысын береді. Сондықтан да river деп оқылады. Есіңе сақтап ал. Ондай сөздер саған көптеп кездесетін болады. Соңында и мен r қосылса, біз деп оқимыз. Сөз бізде bird. Repeat after me. Bird. Құс деген сөз. Келесі сөз соңғы біздің кемпір қосақ деген ағылшынша rainbow. Good. Осы сөздерді сен міндетті түрде жаттап ал және сөздік қорыңды тағы да толықтырып ал. Жарай ма? Қайтадан, осы жерде қандай сөзді, бұл оқиғадан қандай сөзді сен үйрене алмадың? Мүмкін білмейтін сөздерің бар шығар. Мысалға, how pretty деген сөзді қосайық тағы да бүгінгі сөздік қорымызға. Қайталай қой артынан. How pretty. Тағы да бір саған ескертейін, есіңе сақтай бер, мен қайта сол нәрсені айтып отырамын. Мысалға, pretty деген сөзде екі т тұр, сен оны pretty деп екі т-ны айтудың қажеті жоқ. Егер ағылшын тіліндегі бір сөздің ішінде екі бірдей әріп бірінен кейін бірін қаз-қатар келсе, онда тек қана біреуін ғана оқисың. Сондықтан да pretty деп оқымай, pretty. How pretty. Қандай сүйкімді деген сөз. Окей? Сен менімен бірге осылай ағылшын тілін әрмен қарай дамытып, одан ары қарай өзіңді жетілдіре түсесің және осындай кішігірім ережелерді оқуға байланысты кішігірім ережелерді айтып отырамын. Сен соны есіңе сақтап, келесі сондай сөздерді кезіктірсең, миссис Альфия осылай айтты ғой, мен осы жерін осылай оқимын деп ары қарай өзіңді машықтыра бер. Жарай ма? Ал ендігі кезек үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы ағылшынша home task. Окей, балақай. Activity кітабының 8-ші бетін аша қой. Бұл жерде сен үй жұмысында тек қана түрлі түсті осы бүгінгі оқиғамызға байланысты сурет беріліп тұр. Соны түрлі түсті бояуларыңмен, бояу деген ағылшынша paint, paintті алып, одан кейін paint brushыңды алып, әдемілеп отырып, боя. Одан кейін бар, соны суретке түсіріп, біздің чатқа жібер. Міндетті түрде сенің әдемі суретіңді мен қарайтын боламын. Және егер маған күшті қатты ұнаса, саған лайк басамын және өзіміздің Instagram парақшамызда сенің суреттеріңді жариялайтын боламыз, окей? Ал енді осы 8-ші бетте суреттің астында екі жазу тұр, екі жазу ол бізде кейбір әріптері түсіп қалған. Сен соны кітаптан тауып, сол сөзді жазуың керек болады. Okay? See you the next time. See you the next lesson. Bye bye.